болу, бала тәрбиелеу ол кез келген азаматтың арманы. Мынандай бір әңгіме есіме түсіп отыр. Бірде әкесі баласын жанына шақырып алып, балам, сен мықтысың ба, мен мықтымын ба деп сұрапты. Сонда баласы ойланбастан мен мықтымын деп жауап беріпті. Баласы әкесінен 10 қадам аттап кетіп бара жатқанда әкесі екінші мәрте сұрапты. Балам, сен мықтысың ба, мен мықтымын ба деп. Артына қараған баласы әрине мен мықтымын деп жауап беріпті. Баласы әкесінен 40 қадамдай аттап кетіп бара жатқанда әкесі үшінші мәрте сұрапты. Балам, сен мықтысың ба, мен мықтымын ба деп. Сонда артына қараған баласы әке, сіз мықтысыз депті. Сонда әкесі таңырқап, балам, бұған дейін 2 рет сұрағанымда мен мықтымын деп едің, 3-ші рет сұрағанымда сіз мықтысың дейсің, бұның себебі не деп. Сонда баласы айтады дейді, әке, сіз бірінші сұрағаныңызда дәл жаныңызда едім мен. Сіз жанымда болсаңыз, әрине мен мықты боламын. Сіз 2-ші рет сұрағаныңызда мен 10 қадамдай ғана аттаған екем. Артыма қарасам, маңайымда тұр екенсіз. Онда да ойланбастан мен мықтымын дедім. Сіз 3-ші мәрте сұрағаныңызда 40 қадамдай аттап кетіппін. Алшақтап кеттіңіз. Менен алшақтау болғаннан кейін сіз мықтысыз деп жауап бердім. Әке, сіз жанымда болсаңыз, мен мықты боламын ғой деп жауап берген екен. Бұдан алатын нәрсе түсінік, бала әкеге қарап өседі. Әке баланың жетістігімен қуанғысы келеді. Сол үшін тәрбиелейді. Енді менің өзімнің 3 ұлым бар. Менің бала алдындағы жауапкершілігім 3 есе артады деген сөз. Енді мен балаларымды өзімнің ата-анамнан алған тәрбиемен тәрбиелеп жатырмын. Ол тәрбиенің ешқандай құпия сыры жоқ, кәдімгі қазақи тәрбие. Біреудің ала-жібін аттама, үлкеннің алдынан кеспе, табаққа үлкеннен бұрын қол салма деген осындай қазақ тәрбие. Мен ойлаймын, қазақ тәрбиемен өскен бала ол ата-анасын ешқашан ұятқа қалдырмайды. Ал енді алғаш әке болудағы сезім, оны енді тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен өзім ерте үйленгеннен кейін ерте әке болдым. Менің балам, тұңғыш балам, 1995 жылы, яғни ұлы Абай Құнанбаевтың 150 жыл мерейтойына қарсаңында туылды. Сол қуанышымды өлеңменен жеткіздім сол кезде. Соны оқып берейін. Өз бейнемнің көрдім алғаш үлгісін. Ішкі даусым деп қуантты ұлдысың. Ерекше бір сезім бітті кеудемде. Дүниеге келген кезде тұңғышым. Ат қоюды ойламадым талай көп. Өзгелерден сұрамадым қалай деп. Ұлылықтан арым еткен түрімбе. Есіміңді қойдым сенің Абай деп. Баласың ғой, әлі де көп білмесің. Болашағың тұманданбай гүлденсін. Есіміңе кір келтірмей алып жүру, айналайын енді сенің міндетің. Азамат бол, қолдан бермес намысын. Есіміңді күллі әлем танысын. Жан әкеңнің бойындағы өнері қаныменен балам саған дарысын. Міне, осындай өлеңде айтылғандай, осындай ерекше қуанышта сезімде болдым. Екінші ұлымның аты Әлихан. Енді Әлихан деген есім бар қазаққа танымал есімді. Толығымен айталамын. Үшінші баламның есімі Бауыржан. Бауыржан атасындай батыр болсын деген ырыммен жалпы қазақ балаға ат қойғанда сол ұлыларға есімін қойып, ырымдап қойып жатады. Ал енді барша әкелерді, әкелер күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, қадірлі әлеумет. Бізде мұндай мереке бар екен, әкелер күні деген. Соған орай, яғни сұхбат, ой, пікір білдіруімді сұрап жатқан әріптестеріміз бар. Сол сұхбатқа байланысты мұндай сұрақ келіп жатыр екен. Қазір әке болу жалпы оңай ма? Әке болу қалай, әкенің рөлі деген сияқты сұрақтар келіп түсіп жатыр. Енді қазір бұрынғы заманға қарағанда әке болу әлде қиын. Өйткені мынау технологияның дамыған заманда кей кезде мынау ата-ананың тәрбиесі кемшіл тартып жатқан кезде кейбір нәрселерді балалар, яғни интернет деген нәрсе бар, содан алып кетіп жатыр. Жалпы бұл әке бала тәрбиесі деген нәрсе бұл өте терең. Жалпы бала тәрбиесі, әке дегенде бала тәрбиесі туралы айтамыз ғой, енді әке болу қиын ба дегенде. Жалпы бала тәрбиесін жаңағы былай ғой. 1-2 жастағы баласын, бір әйел 2 жастағы баласын пайғамбарымызға, Алланың игілігіне сәлем болсын, алып келген ғой. Я Расулулла, баламды неше жастан бастап тәрбиелесем болады деп сұрақ қойыпты. Сонда ардақты пайғамбарымыз, Алланың игілігіне сәлемі болсын, 2 жыл кеш қалып қойдым депті. Яғни бұдан түсінетініміз не? Бұдан түсінетініміз жалпы бала тәрбиесі жар таңдаудан басталады. Жар таңдауда қазірде айтып жатады ғой адамдар өзі. Біріншісі жаңағы мамандық таңдауда қателеспеу керек дейді. Қазіргі заманның сөзі ғой. Екіншісі жар таңдауда қателеспеу керек дейді. Сол бала тәрбиесі жар таңдаудан басталады. Яғни ең түпкі негізі жар. Салихалы жар деп айтады. Сол салихалы жардан таңдаудан басталады екен бала тәрбиесі. Өйткені өзіңіз ойлап қараңызшы. Қазіргі жастар енді көбінде жар таңдаудан көп қателеседі. Мына елімізде қазір ажырасу өте көбейіп кетті. Және соған байланысты жар таңдаған кезде де мынадай пайғамбарымыз салсам айтады ғой. Мынадай 4 қасиетке қарау керек дейді. Жаңағы адамдар мындай 4 қасиетіне қарап таңдап алады дейді жар таңдауды. Сұлулығына қарайды дейді біреуі, біреуі жаңағы тектілігіне қарайды дейді. Енді біреуі байлығына қарайды дейді. Енді біреулері имандылығына қарайды дейді. Сол енді имандылық деп отырғаны сол жаңағы жақсы жар ғой. Сол имандылығына қарап таңдап ал дейді, таңдап ал деп айтады да, жаңағы ұтып ал дейді, имандысын ал дейді да. Сол иманды әйел саған сүрінгенде демеу, жұмыстан шаршап келгенде сені жәрдем беретін, қас қабағына қарайтын, сенің разылығыңды алатын сондай жар таңдап ал дейді. Мына жар таңдаудан басталады дейміз. Жақсы жар жолықтырса ер адамның иманының жартысы деп айтады дінімізде. Енді ары қарай келетін болсақ, жақсы жар таңдап алғаннан кейін адам неге қарау керек? Адам бірінші өзінің мына құлқынынан өтіп жатқан асынан мән беру керек. Мына бала тәрбиесінде айтамыз, көбінде мына адам ішкен жегеніне де көп байланысты.
лас нәрсені ішпеу, мысалы арақ шарап ішкен ерлі зайыптыдан қандай бала тууы мүмкін? Әрине ол малдың өзі, жануардың өзі жаңағы некелік кезінде судың асылын ішіп, судың тұнығын ішіп, тағамның жақсысын жейді екен да. Сол сияқты адамның да бала тәрбиесінде жартаңдағаннан кейін мән беретін нәрсесі ішкен жегені тапқаны адал болу. Сондай негізгі болған нәрселерден таза әке мен таза анада жақсы ұрпақ дүниеге келеді. Одан кейінгі мән беретін нәрсе, бала дүниеге келгеннен кейін жақсы ат қой деп кете береді. Тәрбиесіне келетін болсақ, яғни бала тәрбиелеу деп көп айта береді адамдар. Бала тәрбиелеу жоқ. Баланы тәрбиелемеу керек, адам өзін тәрбиелеу керек. Қазақта сөз бар, мынандай жақсы сөз бар: әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Сол бала үйде не көреді, әкеден не көреді, анадан, шешеден не көреді, соны істейді. Ондай сөз жоқ қой. Бала әкенің айтқанын тәрбиеленеді деген сөз жоқ қазақта. Яғни көргенімен тәрбиеленеді. Сондықтан әке болғаннан кейін жүріс тұрысыңа мән беру керек, балаға уәде берсең орындау керек. Осындай өтірік айтпау керек. Абай айтады ғой, бала туған кезде екі типтегі бала бар дейді. Біреуі ішсем білсем деп туады дейді, тән құмарлығы. Екіншісі көрсем білсем деп туады, жан құмарлығы дейді. Міне осындай балалар, екі типтегі баланы қалай адам қалпына қатарына қосуға болады дегенде, яғни өзің өтірік айтпауың, адал болуың, үйдегі семьялық атмосфераның дұрыс болуы, үйде ұрыс керістің аз болуы, балаларға көрсетпеу керек ондай нәрселерді деген сияқты заттардан тұрады ғой жалпы. Енді одан бері қарай келе беретін болсақ, үйдегі отбасының негізгі тірегі әкенің рөлі көп. Мына қазіргі қоғамға қарай келетін болсақ, бұрын бізде де уақыт болмайтын. Сабақтан келеміз, тамағымызды, ас суымызды ішіп алып, үйдегі шаруаларға кірісіп кететінбіз. Қора-қопсы, малдың астын жайлау деген сияқты, алу деген сияқты. Одан қалса тренировка уақытымыз болса, одан кейін шаршап келіп сабағымызды орындасақ, орындадық, орындамасақ, сол таңертең мектепке барып ертесімен орындап алатынбыз. Бізде ата-анамызды осылай тәрбиеледі. Яғни уақыт болмайтын ештеңеде. Қазіргі қоғамда ондай мүмкіндік аз. Сондықтан балаларды барынша өзіңді тәрбиелеп, ізгі жолда болып, солай көрсету арқылы тәрбиелемесек өте қиын. Адамның бір қызығы бала дегенде бабай айтады ғой, сол баланы яғни баланы өмірдің қызығы деп қана қарау керек та. Яғни әкелер көбінде баланы ұрпағым, мирасқорым, өмірімді жалғаушы деп қарайды. Ал әйел адам эмоцияға жақын болғандықтан балаға шексіз мейіріммен қарайды да, көп нәрсені мүмкіндік беріп қояды. Өйткені ананың мейірімі шексіз ғой.
сол тұрғысында тепе-теңдікті сақтау керек негізі. Жалпы мен өзім отбасында балаларды әлі имандылыққа тәрбиелеуді өзім қалаймын. Өйткені өзім намаз оқимын, өзім ораза ұстаймын, өзім тура жолда жүргендіктен әрине жалпы балаларға болмасын да адамдарға айтқан уәдемді орындауға тырысамын, бірақ кейде сол кейде болмай жататын да жағдайлар болады. Өйткені көбінде қазір адамдар жұмыс басталып кетті, семьяға қарай алмай жатады, міне семьяға қарай алмай жатады, таңертең балабақшаға апарып тастайды, кешке қайта алады. Көбінде қазір бала тәрбиесінде кемшілік кетіп жатқан тұсымыз осы. Баланың тәрбиесі отбасында емес, сыртқы қоғамда жүріп жатыр. Бұл да осы қоғамның бір дерті деп айтсақ та болады. Негізі баланың тәрбиесі үйде қалану керек. Сондықтан демалыс күндері болсын, жалпы күндері болсын, баланың не оқып жүр, немен айналысады, немен шұғылданады, соны жіті қадағалап отыру керек. Және өзім айтқандай, өзім намаз оқығандықтан балаларымды да Алла қаласа сондай намаз оқуын қалаймын, тура жолда жүруін қалаймын. Өйткені намаз адамды дейді арсыздықтан, жамандықтан тияды дейді. Бұндай бір кісі айтады, бір күні бір ата-ана уайымдап отыр дейді. Балаларым теріс жолға түсіп кетпесе екен, балаларым бүйтіп кетпесін, балам сөйтіп кетпесін. Үнемі уайым қайғы, үнемі контроль бақылауда қарап отырамын дейді. Мен балаларымнан қорықпаймын, сенемін дейді. Өйткені мен балаларым намаз оқиды, ораза ұстайды, Құдайдан қорқады. Жалпы баланы Құдайдан қорқуға тәрбиелеу керек. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой жалпы бала. Негізі мен ұстанатын негізі тәрбием сол. Және айтып өттік қой, осы қоғамда бұрын бізде ата-аналар балаға ешқандай мүмкіндік уақыт қалдырмай тәрбиеледі ғой, жұмысқа салды бала кезімізде. Қазір ондай мүмкіндік аз, сондықтан баланы Құдайдан қорық деп тәрбиелемесек, ондай мүмкіндік бізде қазір возможность жоқ, мына технологиялық заманда. Өйткені баланың қолында планшет, телефон дейміз, әр нәрсені көріп алуы мүмкін. Сондықтан баланы Құдайдан қорқуға тәрбиелеу ең бастысы. Құдайдың танытып үйретуге тәрбиелеу керек. Сонда бала, Құдайдан қорыққан бала ата-ананы да сыйлайды, елінде, жерінде, қоғамында сатпайды, еліне адал қызмет ететін ұрпақ болады деген менің осындай пікірден қайдарлағай. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Енді мынау жалпы ойды жинақ ойымды аяқ астынан болып отыр ғой, негізі жалпы бұл негізі кішкене ойдың жинақылығы болмай жатса айтыңыздар. Бұндай нәрсені көбінде дайындықпен, терең зерттеумен барып айтатын нәрсе ғой жалпы. Сондықтан тыңдағандарыңызға көп рахмет. Как по-вашему, легко ли быть отцом? Отцом быть непросто, потому что, во-первых, это воспитание ребенка, во-вторых, это ответственность за его судьбу, в-третьих, нужно обеспечить счастливое будущее нашим детям. Ярким примером для меня был мой отец. У меня растут две дочери, я очень счастлив, что у меня есть две дочери. Это моя гордость, наша гордость. От всей души поздравляю всех отцов с праздником. Что значит быть папой? Быть папой – это значит нести ответственность за детей, радоваться успехам своих детей, быть во всем примером для своих детей, гордиться своими детьми и показывать им пример и учить всему, что сам знаешь. А в чем заключается сложность папы? Сложно ли быть папой? В чем заключается сложность? Сложно
папой. В моем случае сложно быть папой. Я много времени нахожусь на работе и мало времени провожу с детьми, потому что не получается. Бывает, даже выходных не бывает. Детей вижу, когда ухожу на работу, и когда прихожу с работы, они спят в это время. А так, в принципе, никаких сложностей. И ответственно ли быть папой? Какая ответственность лежит на вас, папа? Ответственность – это очень ответственно. Это, в первую очередь нужно дать все детям, чтобы они ни в чем не нуждались. Постоянно переживаешь за детей, как они, что они, чем они заняты, нормально ли у них в школе, по учебе, надо помочь вовремя, где-то что-то не знают, подсказать. Главное понимание. Негізі әр шаңырақты әкенің орны ерекше. Әке отбасының асыраушысы, тірегі қамқоршысы. Оның тәрбиелік рөлі де зор. Әке асқар тау дейді дана халқымыз. Бір бала бар атадан өте туады, бір бала бар кері кете туады деген тұжырымға баланың қандай болатынын негізін қалайтында әкенің өзі. Қандай да жағдай болсын, соңғы сөз әкеде. Әкенің айтқанымен жүрген бала өз жүрісінен жаңылмайды. Жақсы азамат болып, еліне адал қызмет етеді. Әкенің мінез құлқы, өзгелермен қарым қатынасы, өнері мен білімі баланың көз алдында үлгі өнеге алатын нысанасы. Әке әрқашан қиындықта қасынан табылып, қол ұшын беретін жан. Әке отбасының пірі, әке үй ішінің тірегі, баласының жүрегі. Осы сөзімді соңында бір шумақ өлеңмен аяқтағым келеді. Әке сөзі нанымды, асырады бағыңды. Өзгелерден іздемей, әкеден ал тәлімді. Әкелердің күнімен құттықтаймын бәріңді. Мерекелеріңіз құтты болсын. В нынешнее время отцом быть нелегко, потому что в миру вот этих всех нынешних развития новых технологий и так далее, появляются новые гаджеты, детей трудно оторвать от них, чтобы они, допустим, даже просто пошли погуляли, поиграли где-то. Очень сложно. Охота, чтобы ребенок развивался физически, чтобы общался с детьми. Также охота, чтобы он в общении, он же становится более развитым. У него появляется чувство товарищества, они должны уметь дружить друг с другом. А так как вот это все их отвлекает, то есть не дает так развиваться, как хотелось бы. Приходится много прикладывать усилий для того, чтобы они... охота были, чтобы у них было детство, чтобы что-то осталось в памяти. Да, тоже стараешься где-то их поощрять, вывозишь. Охота, чтобы в школу они пришли уже более подготовленными, а подготовить их можно только благодаря тому, что ты будешь ими заниматься, где-то вот садик, дошкольное образование получить, чтобы дети туда ходили, занимались. То есть самообразование еще должно быть. Есть фраза такая: отцом может стать каждый, но не каждый может стать папой. Как разобраться? Вот если разобраться, зачать ребенка — это труд невеликий, да? Самое главное — пройти путь с ребенком, воспитание, формирование его с ребенка в мужчину, с ребенка в подростка, с подростка в мужчину, быть с ним рядом. Я говорю, наверное, про мальчика, потому что я отец 3 сыновей. И это тоже требует ответственности и обязательства от мужчины, от отца в первую очередь, чтобы воспитать ребенка. Все, что я даю своим детям, я беру от отца, от моего отца, который дал он мне с этого воспитания. И с каждым годом ты понимаешь, что
отец был во многом прав, потому что становишься на его сторону. Также и мы сейчас, в данное время, мы сейчас тоже отцы, но мы со временем станем дедами, бабушками, да? Ну, имеется в виду семья в общем. Поэтому отец плавно переходит в дедушку, и поэтому надо в это время перенимать опыт у своих отцов, потому что в дальнейшем мы станем дедушками. А если вернуться к первому вопросу, как быть отцом, тяжело. Ну, это, не знаю, это каждого по-разному. Каждому по-разному это дается. Кто-то есть отец ответственный, кому-то и главная карьера, в первую очередь, а потом уже все остальное. Пока начинает заниматься собой, профессией, ребенок растет, проходит года, приходишь, а ребенок уже лоб 18-летний. Поэтому разные отцы бывают. Я не знаю, какой я отец со стороны вида. Значит для тебя быть папой? Наверное, все. Самое главное, дети — это наше счастье. Трудно ли быть папой? Поначалу, да. Потом с каждым годом все лучше и лучше. И какая лежит ответственность на вас, на папах? Самое главное — это вырастить сына, женить его, обучить его, дать ему образование. Ну и самое главное, наверное, любовь и осенью. Ну все, всем привет, Маша. Привет. Пока-пока, делай пока-пока. Привет, делайте. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.